Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін күшті күн болып тұр. Мен зимний курткамды киіп алып, күнде жұмысқа баратынды тықсып баратын едім. Бүгін күшті. Тоңған жақсы көремін. Тоңған жақсы көремін, чем ұстап жүргенше. Сондықтан маған бұл ауа райы ұнайды. Күн шығып тұр. Күшті. Бәрі керемет, просто жалко мен жұмысқа баратырмын. Демалмаймын. Менде демалыс болады бұйырса, айдың соңында. Примерно бірақ 10 күнге жетпейді енді. 6-7 күн болады шығар. А так день хороший. Классный. Ауа райы керемет. Күшті болып тұр. Сәлем достар, қалайсыздар? Бізде бүгін ауа райы осындай. Ауылдан, ойбай мама. Мына қойларды жайлауға баратыр. Қорқып тұр байғыздар. Ой, рахат. Жайлауға барасыңдар, өздерің жүресіңдер. Рахат емес па? Әрқайсының суретін түсіріп алып жатырмын. Саудаға суат. Азамбаға беріп жіберсем, может быть. Достар, қалайсыздар? Істеп жатсыздар, сіздер жақта ауа райы қалай болып жатыр? Бізде жаңбыр болып жатыр. Жаңбыр жауып жатыр. Міне дауыс. Жер балшық. Ұрыс енді. Потом бүгін осындай күні бізде менің ең бірінші жиенім өмірге келді деп. 20 бүгін нешесі? Бүгін 20 нешесі? Құдайым ау, 24 ма? Я вроде 24 жер. Сол осындай сөйтші, жаңа мынау мен жағып қарып көріп отырмын. Вроде, қазір көрсетсем. Или мынау былай фокусировать етпей ме екен? Міне, жағып көрсеттім. Бенто торт тұр мына жерде. Бұйырса осыған негізі туған күн дегендерді не істемейді олар. Тойламайды негізінде, просто хотелось. Өткен мен де кішкентай кезімде осындай құттықтаған кезде кәдімгідей настроение көтеріліп, күшті болып қалатын тұғым. Мелочь қой енді, но сондай бір қуантып жібергім келді. Бұйырса сабақтан кейін келеді, қазір сағат әлі 12-ден кетіп жатыр. Ол бұйырса білмеймін 3-терде келеді шығар. Күн енді онша емес ме? Бұлттанып, жаңбыр жауып тұр. Ал уақыт зымырап өтіп кетті. Мен келе жатырмын. Автобусқа көруге. Інімді құттықтадым, бірақ оны түсірмедім. Мына жақта қазір вставлять етермін суретті. Қандай торт сыйлаған, бенто торт емес. И өзінің сұраған наколенниктерін сыйлайтын тосын. Вот, келе жатырмын. Мен экран өсіп жүру керек. Как сказать, основной арман. Күшті негізі. Әдейі наушник тағып келе жатқан жоқпын. Жаңбырдың дауысын естейін деп. Мама всегда права деген дұрыс екен негізі.
мен дейтін негізі без шапки шығып кеткім келген. Капец, даже қолым тоңып қалды, мен мына зонтик ұстайын деп, если честно. Офигеть. Хорошо, что я маму послушала. И ой, какой зонтик? Зонтик тоже, но шапку одела. Вообще. Так, выключи.